Қазақтың асыл азаматтары табысқа өзі ғана жетуді мұрат тұтпай, қанаттас әріптестері мен соңынан ерген бауырларын қолдауды ұмытпаған. Оның белгісі мына қолтаңба. Қадірлі Мұзафар, жоқ болса сенде осы кітап жоқ болар деп, және менде 36 жыл сақталған кітап. Міне осылай басталған қолтаңба кезінде қазақ қаламгерлерінен шыққан жалғыз социалистік еңбек атанған, оянған өлке мен жат қолында томдарын толтырған, қазақ солдаты мен ұлпан бейнелерін сомдаған, этнографиялық әңгіме мен қыран жырының арасында ғажайып әңгімелер жазған, Айтулы батыр Амангелдіден жылап көретін қос сериялы қыз жібек фильмдерінің сценарийін ұсынған Ғабит Мүсіреповтің қаламынан қалған. Менде 36 жыл сақталған кітап, енді сенде 36 жыл сақталуын деп, 50 жасқа толған күніңе сыйлық еттім. Енді қолтаңба алушы Мұзафар Әлімбаев жайында. Балалар әдебиетінің ақсақалы атанды. Бүкіл қазақ баласы ана тілінде осы кісінің тақпақтары арқылы тіл ұстартты. Мыңдаған мақалаларды жинап берді. Жазған жаңылтпаш жұмбақтарында есеп жоқ. Ғабең аманатын орындап, осы қолтаңба түскен кітаппен қатар жасап келеді. 50 жасқа толған күніңе сыйлық еттім. Ғабит Мүсірепов.